Сіздерге мынандай бір Қытай даналығын айтқым келіп отыр. Сен көркем мінезді болғанда қорғанда боласың. Сен сабырда ғана көркем мінезді боласың. Денің сау кезде ғана сабырда боласың. Адамдарды сүй, бәрін сүй. Сүйе алмаған жандарды байқамаған кейіп таныт. Мәселе адамдардың ара қатынасында емес, олардың санасында. Сана өзгерсе, қарым-қатынас та өзгереді. Адамдармен ара қатынас сезім мен эмоция деңгейінде емес, энергия негізінде құралады. Эмоция бұл құрғақ қиял, елес. Мәселелерден эмоцияларды алып, жағдаяттарды табамыз. Жағдай болса, шешім бар. Ойлардың болмауы бұл ақыл тәртібі. Ақыл тәртібі бұл йога. Йога бұл өміріңді толықтай емдеп шығу. Яғни йога дегеніміз бұл жерде тәртіп, қалай күшті айтылған, түсіндіңіздер ме болсының несін? Не түсіндіңіздер осыдан? Бізде айтады, сабыр түбі сары алтын деп, сондықтан бұл жерде де сабырлыққа шақырады, адамдарды. Эмоция бар жерде сен ситуацияны көрмейсің ғой, мысалға да. Эмоцияны алып тастасаң, ситуация бар. Ол ситуацияны шешуге болады. Қалай күшті айтылған, вообще. Осы видеоны бірнеше рет тыңдап көріңіздер, сол кезде түсінесіздер. Қандай да бір сізге түсінік келеді, осыны дұрыстап оқып түсінген кезде.